Assalomu alaykum bratva. Короче, мынандай дела болуп атыр бизде қазір. Үйгө осындай бір тағы да тіршілік иесі келді. Чё там? Кезінде бізде жер мынандай не болған. Осындай қора болды бізде. Жер төле бар ғой, андай жердің астын қазып, ішіне қояндар көп болды. Бәлен жыл өткеннен кейін тағы қоян осыған енді. Чё там? Көзін қараңдаршы. Осыған енді қазір ұя жаса дейді да. Не үшін деймін ғой? Не үшін тұр ғой міне деп. Мынау туайын деп жатыр дейді ғой. Қайдан біліппіз оны? Біздің паханда табиғат тумайтын қашан бәрін біледі ғой. Неге десем, жүні түсіп жүр дейді ғой. Жүні түсіп жүрсе, қоянның туатын кезі, короче. Я жасаймыз қазір. Әрі оңай, жеңіл, сразу сондай я жасап тастаймын, қараңдар қазір. Үйде бәрі аппақ. Чё там? Мен де аппақпын ғой негізі. Саған әйел әкеліп қойдық қой деп, мысықпен қоян сікістіріп жіберсең. Короче, енді бізге керегі мынандай бачок бар ғой. Осы бачок жартыскен мынау. Осындай бачок ішінде банкілер толып тұр. Мама деген огурцы, помидор, варенье дегендердің маньягі оқытпай. Банкілерін сындырмай, тарсылдатпай, зақым келтірмей шаңға қоямыз. Давай лучше бүйте салайыншы. Енді бізге керегі болгарка. Стрит-чоп. Стрит-чоптың ішінен бәрі шығуы мүмкін, білесіздер. Реклама до конца көтке кіріп істейтін болсаңыз. Болгарка. Түн шығып отыр ғана болгарка. Әне бір жаққа қашып кететін ұқсап салып жүр. Болгарканың аузын неге ашып қалсын, қатып қалады ғой. Деген сияқты прикол бар или типа нанның аузын жапса қатып қалады. Болгарка неге салфанға салмағансың, ашып кетеді ғой. Давай. Өзім туғаным болған қалайтын едім баяғыда. Қасымда көмектессе деп. Сіз негізі брачикам болғанда көмектеседі или көзіне жасатып басын жасашы шемәді. Түсінбей отқан жарсыңдар. Қалай домик жасайын деп жатыр мынандай мен деп. Ебать, үстімнің көтін шығып. Ебать. Қарандар. Үстімнің көтін әйіз жүріп тұр екен. Осындай бау-бақшаның айналасында видео түсіретін болар ода. Мынау біздің жидек ағаш. Жидекті жыл сайын пәті әдемі береді. Мынау бізде алма ағаштар. Алма ағаштар тоже алманы үйіп төгіп береді, әлхамдулилля. Мынау қайшы ағаш. Қайшы тұрғасын тұға берсең. Мынау жапырақтан танисың ғой уже. Алма, абрикос мынау. Анау груша, мынау груша. Мынау персик. Мынау не деп ойлайсыздар? Мынау кітап қоятын десең. Мынау пахан мешіттен алып кеткен. Оғандай помидорлар егетін ғой. Мен істейін деп жатыр едім, ма? Бля, үстіне ит шығып кеткен. Манаң сіздің ит асырамаймыз ғой біз. Осындай бұрышқа домалақ табылса шөбін жайып береміз, қалыңдатып. Баяда сұқпарада бала кезінде тауықтарымды, иттерін түсіретін, папа қинап түсіргісіп қоятын. Роддомын дайындап отыр қой қоянның. Бетесінде мына апарасына домигі. Мәшшең амы. Парту. Сиам анау. Заебись.